Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі талқылайтын тақырып антиангинальды заттар. Ағылшынша ангина дегеніміз angina pectoris, синокардия деген сөз. Сонда антиангинальды заттар дегеніміз бұл синокардия кезінде қолданылатын препараттар. Синокардия дегеніміз не? Бірінші сұрақ. Синокардия дегеніміз бұл жүректің ишемиялық ауруының негізгі симптомы. Синокардия кезінде жүректің оттегіге деген қажеттілігі оның оттегімен қамтамасыз етілуінен жоғары болады. Бір сөзбен айтқан кезде жүрекке оттегі жетіспейді. Ал антиангинальды заттар олар қалай әсер етеді? Олар коронарлық тамырларды кеңейту арқылы жүректің оттегімен қамтамасыз етуін арттырады және жүректің жүктемесін азайту арқылы жүректің оттегіге деген қажеттілігін төмендетеді. Антиангинальды препараттардың негізгі 3 тобы бар. Олар бета-блокаторлар, кальций каналының блокаторлары және органикалық нитраттар. Бұл негізгі топтың препараттарынан басқа жүректе коронарлы артерияларда тромбтың алдын алу үшін профилактикалық мақсатта антиагреганттарды, аспиринді беруге болады. Бірінші топтың препараттары бета-блокаторлар. Бета-блокаторлар симпатикалық жүйке жүйесіне әсер етеді. Жүректегі бета-1 рецепторларды блоктау арқылы симпатикалық жүйке жүйесінің жүрекке әсерін тежейді. Барлығымыз білеміз, симпатикалық жүйке жүйесі синаториальды түйінге әсер ету арқылы жүректің жиырылу жиілігін арттырады. Атровентрикулярлы түйінге әсер ету арқылы жүректің өткізгіштігін арттырады және кардиомиоциттерге әсер ету арқылы жүректің жиырылу қабілетін, жиырылу күшін арттырады. Ал егер синокардиясы бар пациентте жүректің жиырылу жиілігі, жүректің жиырылу қабілеті артатын болса, онда жүректің оттегіге деген қажеттілігі жоғарылайды. Ал коронарлы артериялар егер спазм болатын болса, атеросклероз болатын болса, онда жүректің оттегіге деген қажеттілігі дұрыс болмайды да, пациентте синокардияның симптомдары байқалады. Бұл препараттарға бізде жатады атенолол, метопролол, надолол, пропанолол, барлығы ололмен бітеді және негізгі жанама әсерлері гипотензия, брадикардия және атровентрикулярлы блокада, АВ блокада. Келесі кальций каналының блокаторлары. Бұл препараттар L-типті кальций каналдарын тежейді. Бұл L-типті кальций каналдары барлық синаториальды түйінде, атровентрикулярлы түйінде, кардиомиоциттерде орналасқан. Соларды тежеу арқылы бұл препараттар жүректің соғу жиілігін төмендетеді, жүректің жиырылу қабілетін азайтады және қан тамырларды кеңейтеді. Әсер ету механизм бойынша бета-блокаторларға ұқсас. Екі тобы бар. Дигидропиридиндер, оларға нифедипин, амлодипин жатады және дигидропиридин емес препараттар, верапамил және дилтиазем. Дигидропиридиндер негізінен қан тамырларға әсер етеді және өте күшті вазодилатациялық әсері бар. Соған байланысты негізгі жанама әсерлері рефлекторлы тахикардия, өйткені қан тамырларды кеңейтеді, қан қысымын төмендетеді, соған байланысты рефлекторлы тахикардияны іске қосады және гипотензия. Негізінен жаңа айттым, әсері қан тамырларға, жүрекке әсері өте төмен. Екінші топтың препараттары дигидропиридин еместер, верапамил, дилтиазем. Олардың негізгі әсері жүрекке, қан тамырларға әсері аз, соған байланысты жанама әсерлері гипотензия, брадикардия және жүрекке әсер етуіне байланысты АВ блокада шақырады. Үшінші топтың препараттары органикалық нитраттар. Бұларға нитроглицерин, изосорбид мононитрат, изосорбид динитрат жатады. Және бұлардың негізгі әсер ету механизмі қанға түскеннен кейін қан тамырлардағы жасушаларға барып, қан тамырлардың қабырғасында эндотель жасушаларына барып, азот оксидіне айналады және азот оксиді ол өте күшті вазодилататор, қан тамырларды кеңейтеді, веналарды кеңейтеді, артерияларды кеңейтеді, бірақ негізінен әсері веналық тамырларға күштірек. Веналық тамырлар артерияға қарағанда көбірек кеңейеді. Соған байланысты
алдыңғы жүктемені төмендетеді. Ол веналық қан тамырларды кеңейту арқылы преднагрузканы азайтады, жүрекке келетін жүктемені азайтады, және кейінгі жүктеме постнагрузканы азайтады. Постнагрузка дегеніміз, егер аз қан келетін болса сол жақ қарыншаға, онда сол жақ қарынша аз жиырылады, аз күшпен жиырылады, және аз қанды аортаға лақтырады. Сонымен осыған байланысты органикалық нитраттар жүректің жүктемесін азайтады және жүректің оттегі деген қажеттілігін төмендетеді. Нитроглицерин негізінен сублингвальды қабылданады, және изосорбид, мононитрат, нитрат оларды оральды қабылдауға болады. Нитроглицерин сублингвальды қабылдаған кезде бірден әсер етеді, әсері өте тез, 2-3 минуттың аралығында әсер етеді, бірақ әсері өте қысқа. Сондықтан пациентте синокардияның симптомдары басталған кезде жедел жеңілдік беру үшін, жедел әсер ету үшін осы нитроглицерин қолданылады. Және ұзақ әсер ететін препараттар, мысалы ауыз арқылы қабылдаған кезде, олар өте жай әсері басталады және ұзақ әсер етеді. Бұлар көбінесе алдын алу үшін қолданылады. Мысалы органикалық нитраттардан басқа бета-блокаторлар және кальций каналының блокаторлары, олар көбінесе алдын алу үшін қолданылады осы синокардияның симптомдарын. Және бұл топтың препараттарының негізгі жанама әсерлері, олар рефлекторлы тахикардия, ортостатикалық гипотензия және бас ауыру. Осымен лекция аяқталды. Назарларыңызға рахмет.